Оралдағы сұлулық салонында көз жұмған келіншектің өліміне қатысы бар деген күдікпен мәскеулік косметолог қамауға алынды. Қазір тергеу амалдары жүргізіле бастады. Оралда бетіне ине салдырған әйелдің демде ажал құшқаны, еліміздегі сұлулық салондары бетімен жұмыс істейді. Оларды ешкім бақыламайтыны өз алдына қуыршақ бетте құштарлық та артып барады. Московского косметолога Эльвиру Абдулаеву оставили под арестом на 2 месяца. Сегодня в Уральске суд принял решение оставить постановление первой инстанции без изменения. Оралдағы сұлулық салонындағы әйел өліміне қатысы бар деп қамауға алынған косметологтың пациенттері оны қорғауға бекініп отыр. Еліміздің телеарналары жарыса жариялаған бұл суыт хабар әлі де ел аузында. Естеріңізге сала кетейік, бетіне дәрі ектіріп әжімнен құтылам деп ойлаған келіншек санаулы секундтарда жан тапсырды. Бұған қатысты ел аузында жүрген жұлдыздардың қосар ойы, айтар пікірі бар. Алланың бергенде табиғатқа қарсы жүру міндетті түрде ол өзінің бір жазасын тартатын сияқты. Ол жаңа Оралдағы келіншектің жағдайы сондай. Мысалы енді жаңа қайтыс болып кеткен дегенге қарағанда өте бір сауатсыз адам ботекс жасаған. Оны біз тоқтата алмаймыз, әйелдер сұлу болғанды жақсы көреді. Мен естуімше, ол маманды тіпті Россиядан шақырған екен. Россияны біз барлық жағынан мойындаймыз ғой, өскен, өнген ел деп. Бірақ енді бұл әйелдің несі қазасы дәл содан болып тұр, бұл жазым деп ойлаймын. Мүмкін ол сол жерде мысалға жасамаған кезде жаңағы келіншек, мүмкін ол кім біледі, көп жасайтын бе еді. Сол жасаған арқылы ол бүкіл ол дене мүшедегі нервтардың бәріне әсер береді мысалға. Бірі мұны жазым дейді, бірі жаза дейді. Олай болса бүгін жасанды сұлулық ел аузында. Жасанды сұлулық сәнді, сұранысқа ие. Нәзік жандылар қартайғысы келмейді, жұлдыздар да сондай. Я только за, я не хочу стареть и не буду. И пока у меня будет такая возможность, пока муж мне будет оплачивать все мои косметологические процедуры, я буду ему только желать здоровья и счастья и много-много денег. Қанша жасарам деп бет әлпетін, дене мүшесін бұзғанымен, Құдайдың өзінің өлшеніп қойған өмірі бар. Мүмкін ол сол күні жасатқан күні мүмкін ол Алланың қаһарына ұшырап, мүмкін жан тапсыру мүмкін да. Мен өз басым негізі қарсы емеспін, өзім ештеме жасатқан емеспін, бірақ ботекс концерттің алдында бір-екі рет жасаттым. Оны уақытша ғана салады, концерттің алдында өзіңді жақсы сезіну, өң әдеп болу үшін. Уақыт келгенде қартаясың, ол сен қартаймай бүйт, ол қалай, ол болмайды, ол өзінің орны бар әр заттың. Әр жастың өзінің қызығы бар, сондықтан ботекс ма, мотекс дегендерге мен жалпы шынымен деймін жақсы көзқараспен қарай алмаймын. Жігіттер табиғи сұлулықты қолдаса да, заманауи әйелдер қолдан жасалған әдемілікке құмар. Әсіресе ботоксқа. Өйткені ботокс пластикалық отаны талап етпейді. Әжімді кетірудің бұл түрі кәдімгі дәрі егу үрдісі арқылы жүзеге асады. Егілетін дәріні ботокс деп атайды. Ботекс дегеніміз бұл буталотоксин деген препарат болып келеді. Бұл препарат бізге Қазақстанға Америкадан жеткізіледі. Біздің Қазақстанда бұл өнім өндірілмейді. Медицина бұл препаратты бұлшық ет спазмдарымен қатар жүретін ауруларды емдеу үшін қолданады. Ал әжімді кетіруде бұл препарат уақытша мимикаларды тоқтатып тұру үшін қолданылады. Көп адам дұрыс түсінбейді. Ботекс жасау керек, беттегі жасағанда беттегі әжімнің бәрі кетіп қалады деген сөз емес. Тек қана жаңадан басталып келе жатырған әжімдерге, мимикалық әжімдерге көмектеседі. Ботокс мимикалық әжімдерді кетіреді, яғни бұл дәріні ектірген адамның мимикасы жоғалады. Ботоксты жасап болғаннан кейін, үйге қайтып келіп, біраз уақыттан кейін айнаға қарап күлсем, бетім бір түрлі тас болып қатып қалған. Деп қат қалғам ғой. Мимикалық әжіммен күресудің ыммен жұмыс жасауды бәленбай жыл оқыған әртістер үшін қажеті жоқ дейді Меруерт. Оның пікірін шетелдік әріптесі Николь Кидман да қолдайды. Айтуынша модель актриса ботоксты өмірінде бір-ақ рет салдырып көрген. Енді ботокс жасатпайым, есесіне маңдайым қимылдайды деп әзілдейді ол тура Меруерт әріптес құсап. Күлсек бізбен бірге бетіміз күлсін, жыласақ бізбен бірге жыласын. Осы салатын қыздарға қараймын ғой, сондай беттері күлкілі болып тұрады. Олардың беттері күлсе де, көздері күлсе де, олардың беттері
деп қимылдамай тұрады. Мен ойлаймын, ол өте неестественно. Жасанды сұлулық алыстан көрініп тұратынын Түсіпбаеваның әріптестері түсінбейтін сияқты. Негізі өнер адамдары сахнада әдемі болғандықтан аз ақылмен жаңағы өте бір жақсы дәрежеде баратын адамға жасатуға болады. Никакая из женщин не хочет стареть. Это нормально. Это нормальное женское состояние. И в 40 лет, то есть если вы сравните фотографии, которые были там, 10-20 лет назад, вы понимаете, что в 40 лет женщина уже выглядит как, в общем-то, как женщина. То есть уже достаточно такая в возрасте, можно уже сказать, да? 60-тағы Ильясова мен 40-тағы Бағымның ботоксқа құмарлығын түсінуге болады. Ал небәрі 31 жастағы Ким Кардашьянның ғажайып уколға деген махаббатына не айтасыз? Есентаева 30-ымды қайтара алсам, мұндай екпелерге ермесем дейді. Ничего против ботокса, гелей, потому что когда тебе уже за 30, за 35, тебе не помогают обычные средства, кремы, маски, массажи. Конечно, ты прибегаешь к каким-то более радикальным средствам. Это и есть ботокс и гели. И зачем женщины это скрывают, которые, скажем, мои ровесницы, да, мне 42 года. Бағындырса да қуыршақтай болып жүргісі келетін апалы сіңілі бәкеңдер заманауи құрылғылардың көмегіне жүгінетіндерін жасырмайды. Есть женщины, которые делают его через каждые 2-3 месяца. И чем чаще ты его колешь, тем меньше он начинает работать. Вообще ботокс должен в нормальном ухоженном виде должен держаться около 8-9 месяцев. Поэтому его не следует делать более 2 раз в год. Кейбір адамдар бар, өз мысалы 50 жаста болса да кішкентай қыз болғысы келіп отырады. Не жасанды нәрсені алып тасташы. Мен оны білмеппін, ботокс деген сондай нәрсе екенін. Жасайтындай дәрежеде емес қой. Менің сондай бір ойым, ботокске қарсымын. 10 шақты күн бұрын ботокс жасатсам қайтеді деп бір маманға хабарласқам. Негізгі табиғилықпен ұнаған дұрыс деп ойлаймын. Халық айтсын деп істеп жатыр ғой бәрінде. көріктісің, тал бойыңда талмаған еріп күшін, не істеймін десең дағы еріктісің, себебі көріктісің. Олар көрікті, сондықтан не істесе де ерікті. Мәселен, Көбісіне қартайғысы келмейді, жасарғысы келіп отырады. Кейбір адамдар бар, өз мысалы 50 жаста болса да кішкентай қыз болғысы келіп отырады. Ал Жанболаттың көрікті келіншегі 50-ге толмаса да, бүгінгі көркін ғұмырлы қылғысы келеді. Сондықтан 10 шақты күн бұрын ботокс жасатсам қайтеді деп бір маманға хабарласқам. Өйткені менің құрбыларым, менен жасы кіші қыздардың барлығы жасатқан естіп, маған да уақыт келген шығар деп хабарласқан. Жазираның бетіме дәрі егем деген жоспары орындалмай қалды. Себебі мен хабарласқан косметолог ол адамға өте зиян екенін маған ескертті. Сондықтан да мен жасамайтын шығармын болашақта да деп жоспарларым. Ботокстың зияны өте көп дейді. Негізі ботокс деген, ол ботулизм деген паралич лицадан, енді оқимыз ғой, паралич лица дейді, ботулизм. Сондықтан да жаңағы мен оны білмеппін, ботокс деген сондай нәрсе екенін. Ботокс деп аталатын дәрінің негізін ботулизм токсины, яғни кәдімгі у құрайды. Сондықтан меруерт өзі білмей жасатқан улы дәрінің күшін тезірек кетіруге асықты. Ботокс тез кету үшін сондай нәрселер бар екен. Моншаға түсу керек деген сияқты, шарап ішу керек, арақ. Соның бәрі моншаға тезірек түсіп, Құдай сақтасын, мына ботокстен шынын айтсам айтады ғой, ана ақша төлеп, бірақ құтыла алмайтын болады ғой, айтады ғой, 5 тиын беріп, ән айтқызып, 10 теңге беріп, қойдыра алмадық дейді ғой. Ал Жазира косметологтың кеңесіне жүгініп, ботокстан бас тартқанына қуанып отыр. Өйткені отағасы оның бұл әрекетін құптамас еді. Жанболат әрине ондайға қарсы болады. Егер жасатам десем, одан рұқсат сұрап жасататын едім ғой. Атқандай аппақтаңы арайлаған. Жанболат қана емес, жалпы ер азамат атаулы жасанды сұлулықты құптамайды. Адамның өзінің дене мүшесін
Құдай қалай жаратты, меніңше солай қала берген дұрыс деп ойлаймын. Өйткені ол қанша жасарам деп бет әлпетін, дене мүшесін бұзғанымен Құдайдың өзінің өлшеніп қойған өмірі бар. Мұсылман ретінде менің сондай бір ойым ботокске қарсымын. Өйткені барлығы шынайы болу керек. Табиғи келген Алланың берген нәрсесіне серік қосып, жаңағы мен мына жерін бүйтсем екен, мына жерін бүйтсем екен деген дұрыс емес деп ойлаймын. Өзім ондайға қарсымын. Ботокс жасатып, ерін үлкейтіпті, ботокс жасап жаңағы көзін үлкейтіпті деген нәрсе, ол менің ойым еркелік деп ойлаймын. Біреуміздің көзі әдемі, біреудің сөзі әдемі деген сияқты. Сондықтан енді мен ойлаймын, негізгі табиғилықпен ұнаған дұрыс деп ойлаймын. Бір табиғи емес нәрселермен ұнағаннан көрсін. Мәселен, олар өз келіншектерін тән емес, жан сұлулығына қарап таңдаған. Менің өзім жұбайымның өзі әдемі ғой. Жасайтындай дәрежеде емес қой. Өзінің Құдай берген келбеті бар, сұлулығы бар, инабаттылығы бар, имандылығы бар. Аллаға шүкір, бәріне қарап алғанбыз ғой. Қалаған балдай, қалдым құмарым қанбай, самғай талмай, жетем үмітімді жалғай. Мен келіншегімнің қасын жұлдыртпаймын негізі. Айтамын да, осы маған осылай ұнайды болды. Күйеулерінің жасандылықты жақсы көрмейтін жұлдызды бикештер білет. Сондықтан күйеулер үшін табиғи сұлу болып жүруге тырысады. Мәселен, актер Асаба Рахман Омардың жұбайы Ақмарал Дайрабаева қас кірпігін өсімдіктерден жасалған май жағу арқылы өсіріп алды. Ол рас, өйткені мен өзім куәгермін де. Міне, бір жарым жыл болды. Неден басталды? Ұйықтар кезде беті қолын жуады да, қасына кірпігіне бір май жағады. Содан мен күлдім, мынау не дедім? Бұл жаңағы қаспен кірпікті өсіреді деді. Сен ертек айтпашы, маған қайдағы? Ақмаралдың қалың қазақи қастары заманауи татуаж жасалған қасқа ұқсамай қалғандықтан болар. Әлеуметтік желідегі оқырманы оны жерден алып, жерге салды. Мәселен, табиғи етті, конечно, жақсы, но кішкене аккуратно қойға болады шығар. Или бір форма жасап, қасыңыз өзіңіздікі емес сияқты. Кешіріңіз, может, я ошибаюсь, но видно, что это не натуральные брови. Қасыңыз қалың, әдемі, тек жұқалау керек, одан ары әдемі боласыз. Кішкене еркектердің қас сияқты көрінеді екен. Оғандай жалғап жүрген. Мен оған ұрсаттым, не жасанды нәрсеңді алып тасташы, бір сахнаға шығатын биші сияқтысың деп. Негізі бишілер жағып ғой. Актерге оның ұрысқанын дұрыс түсінген актриса бүгінде табиғи сұлуға айналды. Содан уақыт өткен сайын қарай, қазір кірпігі кәдімгі сояуды ұзын табиғи, ой Аллай, таң қалдым, осылай да болады екен ғой. Ақмаралдың май көмегіне жүгінуіне ертеректе жасатқан татуаж себеп болған. Татуажды кетіргісі келген актриса ерінбей 2 жыл бойы қасын маймен күтті. Ал ақын Құрманай Бақтиярқызының қасы әлі де татуаж жасалған қасқа ұқсайды. Қасындағы татуажбенен 6 жыл ма 7 жыл болды ғой. Қазір татуаж кетіп қалған, жай бояп қойғам. Ал жасанды сұлулыққа қарсы пікірлерге қатысты айтары? Халық қалай айтпайды оны көріп тұрса. Айтсын, халық айтсын деп істеп жатыр ғой бәрінде. Айтады неге? Оны дұрыс қабылдаймыз. Вам никакой ботокс не поможет. Ол 10 жерден бетін қанша істесе де бәрібір қартаяды. Ерін туралы әңгіме көп айтылады, бірақ оның өзінің құпиясы бар. Кішкене көз үлкейтіп көрсетеді деген сияқты нәрселер ғой енді. Кейін келін алған кезде бір шайтан құсап отырсаң, несі жақсы, бетің бар ботокс болып. Мысалға, клиент қалай айтады, соны жасап береді. Ботокс жасаймын деп қалтадағы ақшасынан да табиғи сұлулығынан да қағылған шетелдік жұлдыздардың бірі Мадонна. Косметологтардың айтуынша мұндай олқылықтар алдын ала кеңес алмағанның кесірінен болады. Алдын ала косметолог маманның кеңесінен өтіп барып, не істеу керек, қалай істеу керек, соның бәрін біліп алу керек. Мысалға, менің құрбым жасады, немесе интернеттен қарап алдым, маған осыны жасап беріңіз, осылай деп тікелей келіп жасатуға болмайды. Енді бұл косметолог мамандарға, мысалға, күніге көп әйел қыздар келгендігі үшін олар
мысалға клиент қалай айтады, соны жасап береді. Косметолог айтпақшы, құрбысының құрбысы сүйрелеуімен ботокс жасатқанның бірі Меруерт. Бағдарламаның басында жұлдыздың өкінішін сөз еткенбіз. Жазира Байырбекова екеуі ботокс дәрісін ектірмейміз деп сөз берді. Десе де жақында өз ашатын салонда бұл қызмет түрін тұтынушыларына көрсеткелі отыр. Оған сұраныс өте көп, бірақ абайлап өзінің нормасымен, өзінің дозасы болады екен, сонымен ғана жасау керек. Сол үшін кез келген адамға жасатуға болмайды жаңаға. Өзінің мөлшерін білу керек деп ойлаймын. Бізде қазір сұлулық орталығын аштық. Бізде косметологтар бар, басқа да профессионал мамандар бар, бірақ бізде ботокс жоқ екен. Шоу-бизнес өкілдерінің арасында осындай сұлулық бизнестерінде қатар алып жүргендер көп. Солардың бірі Жадо. Оның орталығы ботоксқа қарсы. Сон көбісі косметологтар таңғалады, неге? Менің ойымша массаж жасау керек. Менің ойымша табиғи нәрсемен, әрине айран бар, сүт бар дегендей маскалардың түр-түрін жасау керек. Ботокс ол зиян ғой. Жуырда дәл осылай салон басшысы болып Жазира Байырбекова да сұхбат береді. Осыған дейін берген бір сұхбатында әнші жаңа бизнесіме үлгермей жүрмін дегенді. Біз гастрольдік сапарлармен жүріп, шығармашылыққа көп көңіл бөліп кетіп, сол салонға онша уақыт болмай, кішкене уақыты ұзарып кетті. Жақында ашылу болады, сіздерді сол кезде шақырамыз. Әзірге жұлдызды жұп ашқан әдемілік мекені ашылу салтанатын жасаған жоқ. Дәл қазір мамандар іріктеп, залды құрылғылармен толықтыру жұмыстар жүргізілуде. Бүгінде мұнда бизнес актриса Жания Джуринская да бар. Астанада бастаған ісін Сылқымару Алматыда да жалғастыруда. Сұлулық орталығы Айдана Меденова да бар. Сен іздеймін, тулағанда толқын теңіздеймін. Жақында қызды болған Динара Қырықбаева да дәл осындай бизнестің иегері. Әзірге декреттік демалыста отырған жұлдыз көп ұзамай сахнаға қайта оралам деп уәде берді. Дәурен жарқыраған жандан, мәңгілік саған ғашық болмасам жаным. Бас алмас көңіл құсам самғамай, арайлы таңдарай, аяулы арманай. Отключи. Ты не должен говорить. Өшіре бер. Өшіре сал. Айдос негізі бұл айтылмайтын нәрсе, потому что бұл считай не как операция, перестань. Ол кезде Қалаубаева ерні туралы шындықты айтуды қаламады. Бұл әйгерімнің осыдан тура 1 жыл бұрын берген сұхбаты. Ерніңізге ота жасаттыңыз ба деген сұраққа бұл отаға жатпайды деп жауап айтқан Сылқым ернінің неге ісіп тұратынын түсіндірмеді. Ерні туралы әңгіме көп айтылады, бірақ оның өзінің құпиясы бар. Көбісі айтады, ісіріп алды, бүйтіп алды, бірақ енді менің жан жағымдағы адамдар оның себебін біледі. Менің кішкене үстің ернімде кішкентай жара шыққан болатын. Сол жағынан. Сол аңғарып егер қарайтын болса, аңғармай қара. Аңғарып қарайтын болса, сол жағын кішкене ісіңкіреп тұрады. Алдаймын, оны алдаймын, тағы да мен алдаймын, алдаймын, мен алдаймын, тағы да оны алдаймын. Әйгерім ұшық шықты деп алдап, шындығында ботокс жасады ма, әлде оның сөзі рас па, ол жағы беймәлім. Қалай болғанда да әйгерімдікінде ерекше еріндер бірден көрініп тұрады. Әріптестерінің жасанды сұлулыққа құмарлығын әлгінде жігіттер сынады. Нәзік жандылардың арасында да қолдан әдемілік жасағанды жақтырмайтындары бар. Уақыт бәрібір өзін алады ғой деген кәрілікте келеді уақытылы. Негізі әдемі қартайған дұрыс. Ол 10 жерден бетін қанша істесе де бәрібір қартаяды. Әр қазақтың әр қызы сұлу. Ол ботокссыз ақ, ол кестірмесе де, тарттырмаса да. Ол нәрсе кәдімгі, енді Құдай сақтасын, ешкім оны көрген жоқ қой. Иә, Иманбаева құрбысы Есентаеваның пікіріне қосылуда. Күтімсіз отаның да пайдасы жоқ дейді олар. Вы знаете, вам никакой ботокс не поможет. Никакой ботокс не поможет, если женщина не ведет правильный образ жизни, если она не ухаживает за собой. Бұл бет күтімінен де байланысты. Мысалға,
күнделікті салонға барып немесе үй жағдайында өзінің бет терісін күтетін әйелдер, онда оларға жасағанда ол тез көмектеседі. Егер ешқандай беті ешқандай күтім көрмеген болса, ондай жағдайда да ол ботекс дәл жақсы көмектеседі деп айта алмаймын. Оған ешқандай 100% оған ешқандай ешкім кепілдік бермейді. Күтім керек. Кеспей ақ та, тартпай ақ та күтінуге болады. Бибігүл апаларымызға қарашы. Өзімнің мамама қарай басында орамалы. Әдемі түскен әжімі. Бақыт қой солай қартайғанның өзі. Кейін келін алған кезде бір шайтан құсап отырсаң, несі жақсы, бетің бар ботокс болып. Қартайғанда келіннің алдында ботокс болып отырудан шетелдіктер ғана қорықпаса керек. Мәселен, өзін әлемнің ең бірінші супермодель санайтын Джанет Диккенсонның бетінде сау жер жоқ бүгінде. Бәрі сұлулық екпесінің кесірінен. Ал 3 бала өсіріп отырған Керімбекова қартайғанда Диккенсон сияқты болғысы келмейді. Мен шыны керек жаңа кішкентайдан еркек шырып өскеннен кейін аса бір қызықса бір дүкен аралау, киім алу, сырға алу деген менде шын табиғатында жоқ нәрсе. Ол жоқ болғаннан кейін ол міндетті түрде салонға менде көп бара бермеймін. Тіпті туғаннан бетінде тұрған қалын алып тастағысы келмейді. Артық қылам деп тыртық қылып. Осы Алланың берген бетінде қалың бар, оны мүлдем тиісуге де теспеймін де. Аллаға қарсы қажет жоқ дегіз. Өнерге еріп, тәңірге сеніп, келемін ізіңізбен. Жүрегім сұрақ тұрса да сұрап, жасырам көзді көзден. Тырнағын жасатасың, басқа аласың, былай бетімді арнайы бірдеңе жасау не деген менде әзірге жоқ. Қызығушылықтың жоқтығынан ба, әлде қажеттіліктің, қажет еместіктен ба, әйтеуір әзірше жүгінгенім жоқ, жүгінбей ақ та қойын. Ақботаның жан құрбысы Индира Расылхан да жасандылыққа жүгінбейді, өйткені өзінің табиғатынан сұлумын деп есептейді. Әр адамның өзінің Алланың жаратқан табиғи бір сұлулығы бар ғой. Сол сұлулықтан асып кетпесе, сол сұлулықты күшейтемін деп кішкене болса да өздерінің күштерінде салып жатқан біраз ханымдарды білеміз, ханымдарды көріп жатамыз. Бірақ дегенмен де ол нәрсе бір арнайы бір шектен шығып кетпеу керек сияқты. Расылханның әлсіз жері жасанды кірпік қана. Шында да жасанды кірпік деген нәрсе, өзімде соңғы кезде кішкене үйреніп алған сияқтымын сол нәрсеге. Енді бірақ дегенмен де ол кішкене болса да жаңағы сахнада болсын, жаңағы съемканың уақытында болсын кішкене көз үлкейтіп көрсетеді деген сияқты нәрселер ғой енді. Бірақ дегенмен де ол енді сахна тыс уақытта біз деген әрқашан да өзіміздің шынайылығымызды көрсеткіміз келіп отырады. Өйткені олар жасайтын құрбандық атауы сахна үшін. Әр нәрсе уақытымен болған дұрыс деп ойлаймын. Ал енді мына өнердегі жүрген өнерпаздарға күтім керек, кестірмесе де жаңағы уақыты келгенде тарттыратын шығармыз деп ойлаймын, бәріміз кім біледі. Әжімді тарттыра ма, әлде уақыттың өзі олардың сұлулығын арттыра ма, оны біз білмейміз. Бір білетініміз, әжімі бар адам қашанда төртте отырады. Ендеше құрметті болудан қашқан дұрыс па, оған асыққан дұрыс па, оны шешетін өздеріңіз.